персиктарды 4 талдан саламыз. Компот жасайын деп жатырмыз. Дұрыстап жуып аламыз да, стерилденген банкаларға 4 талдан салып, суды қайнатып, сосын әрбіреуіне құйып шығамыз банкілерімізге. Бәрін жауып, белгілі бір уақытқа 1 сағат, 2 сағат немесе менде түні бойы тұрды. Сосын арнайы осындай қақпақпенен суды қайттан жаңағы табағымызға құйып аламыз. Суды барлығын құйып алған соң тағы бір қайнатып аламыз. Сосын әрбір банкімізге 1 стаканға жетер-жетпес қант, сосын лимонный кислотадан 1 шай қасық қосамыз. Сөйтіп жаңа қайнаған суымызды құйып персиктерімізге, сосын оның бетін қайнаған суда стерилденген крышкаменен жауып, осыны енді жауып қойсақ болады полностью. Компоттар керемет болды, әлі атылған жоқ. 1 сағат болды уже.